Баршаңызға сәлем достар. Тігін және қолөнер каналына қош келдіңіздер. Каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгін сіздерге осындай әдемі құрақтың тігілу жолын көрсетпекшімін. Ол үшін бізге өлшемі 18-18 см шыт немесе өз матасы қажет. Біздің алдыңғы видеоларымызда құрақ түрлері құралған түрлі видеоларымыз бар, сол жерде қосымша ақпараттарды алсаңыздар болады. Енді бізге әдеттегідей ленталарымыз керек. Олардың ені 3 см және квадрат 3-3 см. Мұнда біз енді құрағымызды дәл центрінен бастамаймыз, тек шетінен сол жақ бөлігінен бір диагоналды жүргізіп, сызықты сол шетінен қойып тігіп бастаймыз. Үш сантиметрлік шаршы матамызды шыт матамыздың сол бөлігіне тігіп алдық. Осы бүктелген жермен ленталарымыздың бұрышы қиылысып бірдей болып отыру керек. Осы 3 сантиметрлік шаршы матамыздың екі бұрышын ғана тігеміз. Бірінші қызыл лентамен тігіп шығамыз, екінші көк лентамен тігіп шығамыз. Осылай кезектестіріп отырып тігеміз. Видеоны мұқият қарап отырыңыз, әрбір лентаның тігілу жолы көрсетілген. Ленталарымыздың бұрышын осылай тексеріп қойыңыз, сонда құрағымыз әдемі мінсіз болып шығады.
осындай әртүрлі құрақ түрлері каналымызда бар, қарап шығыңыздар. Мінекей, құрағымыз да дайын болды. Енді шетіндегі артық маталарды қиып алып тастаймыз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен болған Айнұр, келесі видеода кездескенше.